Ассаламуалейкум, ардақты әлеумет, сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы. Қазақ күймен біте қайнасқан, домбыраны сөйлетіп, сырын ақтарған, зарын жеткізіп, мұңын айтқан, байламын айтқан. Бұған нақты дәлелдің бірі Құрманғазы Сағырбайұлының кісен ашқан күйі. Бағдарламамызды өрбітпес бұрын, бұл күйдің шығу тарихына қатысты тілшілеріміздің дайындаған бейне сюжетіне үңіліп көрейік. Содан соң әңгімемізді студия қонағымен жалғастыратын боламыз. Бөкей ордасында дүниеге келген күйші 6 жасынан қозы бағыпты. Өріске кеткенде қолына кішкентай домбырасын ұстап, сайын далада күй үйренеді екен. Сағырбай мен Алқаның ұлы 15 жасқа дейін мал соңында жүреді. Күндердің күнінде үйлеріне ұзақ күйші келіп, қонақ болыпты. Құрманғазының ынтасын байқап, күйге баулыпты. Қасына алып, шәкіртіне балаған. Атақты Құрманғазы Сағырбайұлының әрбір күйі өз заманының болмыс бітімін суреттеген ғажайып туындылар. Күйшінің ғұмыр кешкен уақыты күрделі еді. Бұл кезең патшалық Ресей жүргізген отаршыл саясаттың әбден құныққан, шектен шыға басынған кезі болатын. Қашанда ел басына келген нәубеттің ауырлық тауқымеді ең алдымен еңсесі биік ерлердің иығына түсетін әдеті. Заман зобалаңы Құрманғазыны да айналып өтпеді. Сондықтан болар оның түрмеден қашқан, ертең кетем, бос қаңғыр, пәбескі, терезеден есіктен, бос шолақ, бұқтым-бұқтым, не кричи, не шумей, арба соққан, аман бол, шешем, аман бол. Қайран шешем сияқты күйлері сол дәуірден сыр шертетін бір-бір бекет сияқты. Ол қатал тағдырдың кез келген талқысына өнермен жауап берді. Зар заман тұсында қазақ қатты қиналды. Патшаның шапқыншылық әрекетіне жергілікті атқамінерлердің ауыртпашылығы қосылып, кісінің ақысын жеу, нақақ жазалау өршиді. Құрманғазының кісен ашқан күйі сол дәуірді сипаттаған шығармалардың бірі болатын. Жазықсыз түрмеге қамалған Құрманғазы қалайда одан қашып шығуды ойлайды. Айсыз қараңғы бір түнде ол аяғы ауырғансып, тұтқындар тобынан кейінге қалып қоя береді. Осылайша, қараңғыда күйшінің ізін жоғалтып алған жандай шаптар оны таба алмай түрмеге қайтады. Аяғын әбден қажаған кісенді жұлып алмақ болған күйші май өкшесінің бірін түгел жұлып алады. Осы күні қалың шөптің арасынан шықпай сол жерде түнейді. Кеш бата Құрманғазы жайықтың бойымен төмен жүре береді. Таңға жуық бір ауыл ішіндегі малшының үйіне келіп, өзінің мән-жайын айтады. Ол үйдің адамдары Құрманғазыны тамақтандырып, басқалардан жасырып тынықтандырады. Жарасын емдейді. Есін жиғасын күйші домбыра алдыртып, бірнеше күй тартадымыз. Ең соңғы күйінде қайғының үні шыққан екен. Сайдың бойына келіп, кісенімді алып отырғанымда, жараның аузы ашылып, түнімен ауырып ұйқы бермеді. Жүруге де мүмкіншілік болмады. Сол бір сәтте осы күй ойыма келіп еді депті күйші. Міне осыдан бастап бұл күйді кісен ашқан деп атап кеткен болса керек. Құрманғазы мектебі дауылды. Оң қолының ауқымы кең, динамикалық күшінің болуымен ерекшеленеді. Құрманғазының күйлері ұлттық тарихымыздың әуен тілінде жазылған эпопеясы іспетті. Күйші шығармаларындағы өзекті мәселелер ол халықтың азаттығы мен жеке тұлға бостандығы еді. Әңгімемізді студия қонағымен жалғастырайық. Қонағымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, күйші, композитор Шәміл Әбілтай ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Енді әңгімемізді осы бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған кісен ашқан күйінің тарихына азды көпті шолу жасасаңыз. Құрманғазының кісен ашқан күйі бұл енді уақытпен бірге жасасып келе жатырған аса бір шоқтығы биік көркем киелі туынды. Енді бұл толық зерттелген, бұл мәліметі ашылған деуге болады. Енді өнерге деген мемлекетіміздің
халықтың бір ыстық ықыласы, біз өзі қазақ елі сондай бір өнерді дәріптейтін елміз ғой. Ахмет Жұбанов бүкіл өмірін арнап осы Құрманғазыны ашқан адам. Сол кісі жеріне жеткізіп жазды, зерттеді. Мысалы, Абайды танытқан Мұхтар Әуезов болатын болса, Құрманғазының өзі Жұбановсыз біз білмеген болар едік. Сонау 20 ғасырдың бас кезінен бері қарай, орта тұсынан бері қарай, бұл енді кемеліне келді. Ұлттың рухани ұранына, біздің әлгі паспортты төлқұжат деп жүрміз ғой, рухани төлқұжатымызға айналған кісі Құрманғазы. Енді зерттеулерде бұл күй, бұлай енді жалпы бұның бір күрделі тарихы жоқ. Құрманғазы сол өскен ортасында, ол да бір қайшылығы мол, өз тізгінін ешкімге бермейтін қайсар, сондай бір беткей күрескер тұлға болған деп оқимыз біз Құрманғазының өмірбаянын. Сөйтіп жүргенде, бірақ жүрегі таза, көңілі адал, тек өзім деп емес, өзгелерді тыңдай білетін қасиеті болған ғой енді. Сондай адамның шоқтығы биігі өзгеге ұқсамайтын адамның жасыратын жоқ, көрілмеушілер де болады. Мына бұл өнер әлемінде бұл бар нәрсе, бұл бір сізбен біз ашқан жаңалық емес. Сондай кезде сол болмашы нәрселермен жаңағы тоғышарлар, өнерді түсінбейтін бір жандар болады ғой. Ол қай кезде бе? Қазір де ортамызда жүруі мүмкін. Құрманғазының тұсында да болады. Содан соны бұл енді жала жауып, тіпті түрмеге дейін түсіруге сол кездің онша бір керемет бір қылмысы болмаса да, сол жаңағы көрелмеушілердің жүйкесін жұқартатын болған ғой енді. Сондай сәттерде енді Құдай жар болып, домбырасын айту алып жүреді. Сол жаңағы және сол түрменің әлгі бақылаушыларымен де тіл табысып, осы қазақтың, осы музыкантында не бір күнә бар дейсің деп, олар да бір мейіріммен қарап, не керек сол қолайлы сәттер туып, жаңағы кеңшілікке шығарда тартқан күйді оқыдық қой біз тарихын, кісен ашқан деп. Сол күй, осы күйдің өн бойында бар. Бірақ енді бұны мен айтар едім, бір ғана адамның жаңағы әлгі түрмеден қашып шығып кеткен туралы бұл аз. Құрманғазы сияқты феномендер бұл тіпті ғасырда, бірнеше ғасырда бір туатын тұлғалар. Мен бір тақырыптан тысқары болса да бір мысал айтайын сізге. Мысалы, оған да 1000 жылдай уақыт болып қалды. Мынау Ақсақ Құлан Жошыған деген күй бар. Сол Ақсақ Құлан Жошыған күйді әртүрлі түсіндіріп жүрді. Домбыр мынау қорғасында күйді, жаңағы біздің ұлттық кемсіту үшін мына европацентристер әртүрлі мәселені ойлап тапты біздерге. Қалай да артта қалдыру үшін ғой. Ал ол шында да Жошы өлгенде Шыңғысханға Кетбұғаның күймен барып естірткен қазанамасы. Содан барып ол бас көтеріп, бір адамның қайғысы ол ештеңе емес, ел бар. Сондықтан жаңағы күйдің үнімен шындықты айтып, Шыңғысханға бас көтерткен. Ал мына кісен ашқан сол Ақсақ Құлан деңгейіндегі ұлттың бұл мұңдайтын, сол мұңды жеңетін, қуанышқа бастайтын, бұл жігер беретін, өн бойекілең мұңға құрылғанмен бір жағынан жігер күш қайрат беретін туынды. Түсінікті. Бұл Шәміл күй қандай үлгіге жатады? Қандай үлгіге жатқызамыз? Бұл енді негізгі мына Қосшекте шыққан, Батыс Қазақстандық үлгіде шыққан төкпе күй дәстүрінде. Бірақ қазір мына неміз жағдай қазір кемелден тік қоянды. Жер алшақтығы ештеңе емес. Жаңағы баяғы ертегіде айтатын әлгі 6 айлық жолды 6 сағатта жүретіндей. Сондықтан қазір біте қайнастық, шертпе күй, төкпе күй. Сондықтан бұл жалпы ұлттық характерге лайық туындыға айналды. Бұны жаңағы алғашында жеке домбырада орындалған. Жаңағы мен бір мысал келтірейін. Мынау осы күйлермен ауыз аштық қой біз.
ойланып басады. Осылай кетеді ғой. Сонда бұны енді екінші өмір сыйлады осыған. Екінші өмір сыйлап, мынау заманауи құндылықтардың ашылуы, ғылым білімнің өркендеуі. Жаңа айтып отырмыз, Жұбанов дедік қой енді. Жұбанов бұл енді біздің неміздің ұлттық музыкамыздың бұл пайғамбары бұл кісі. Құрманғазы танытқан. Бұны оркестрге салды. Құрманғазының атында қазір академиялық оркестріміз бар. Бүкіл Қазақстандағы оркестрлердің бас оркестрі, баба оркестр, академиялық оркестр. Соның орындауында бірнеше дыбыстар құйылғанда бұл күй басқаша танылды. Сондықтан бұны қазіргі қаралы күй ретінде де, реквием ретінде де пайдаланатын күй. Онда да жаңағы қайғыға мұжылу емес, қайғыдан қуанышқа бастау, елдің еңсесін көтеру. Міне осы барлығы кішкентай ғана домбыраның қос шегінде туған Құрманғазы атамыздың басына түскен бір қиындықта шыққан күй, бұл ұлттың игілігіне айналып тұр деген осы. Ал қанша нұсқасы бар? Бірақ нұсқа. Бұнда варианттар жоқ. Өйткені анау Оқап Қабиғожин, Қали Жантілеу, Диналар бір кезде өнерге мән бергенде, баяғы министріміз Темірбек Жүргеновтың кезінде, Совет үкіметі алғаш құрылған кезде, бұл дегенмен біздің өнеріміз дамыды. Жер-жерден итарқасы қияннан небір ұлы таланттарды, дала академиктерін жинап, Ахмет Жұбанов. Сонда солардың барлығы бір версияға тоқтаған. Мына шын жүректен шыққан нәрсе ғой. Ол ана Құрманғазының суреткерлік рухының күштілігінде. Сосын барды да Ахмет Жұбанов оны оркестрге салғаннан кейін бұның палитрасы кеңейіп кетті. Ауқымды шығарма. Ауқымды үлкен кәдімгі мынау Еуропаның симфониялық шығармаларынан бірде-бір қалмайтын, қайта симфонияны тыңдауға көп уақыт кетеді. О жарты сағат, одан көп. Мынау бір 3-4 минуттың ішінде бүкіл қазақтың рухани жан дүниесін ашып беретін айнадай күйіміз. Дұрыс айтасыз. Жалпы күйдің авторы жөнінде тереңірек айта кетсеңіз, жаңа айтып кеттіңіз, Ахмет Жұбанов ағамыз зерттеді деп. Тағы қандай ағаларымыз, өнертанушылар зерттеді? Ахмет Жұбанов енді жеріне жеткізіп, үлкен ғылым жүйесі ретінде қалыптастырды. Өзі ғылым докторы атанды. Музыка саласынан Сәтбаев ашқан ғылым академиясының музыка саласынан тұңғыш академигі болды. Бұл өзі бір академик, ал бұдан кейін әлі ешкім академик болған жоқ, қазірге дейін. Сондықтан бұл енді бірдің бірі, ал енді уақыт озды, мына тәуелсіздігіміз келді. Көптеген мәселелерді қайта қарадық, шындық шықты. Бұрын байларды, билерді де біз тіпті айтпайтын қал жағдайды өткіздік басымыздан. Енді мына тәуелсіздік келіп, ұлттың намысы оянып, деңгейі тереңдеп, терең тамыр екендігімізді, соған сол мына қолайлы заман келіп, кімнің Ахмет Жұбановтың ілімін жалғайтын Қазақстан бойынша бір үлкен азаматтар бой көтерді. Оның біреуі қазір Мақсат Жолжанов деген кісі. Бұл мен өз қасында болдым. Оның еңбегінің жарыққа шығуына ықпал еткен кісімін. Әрине үлкен қайшылықтар болды, бірақ шындық бәрібір жеңді. Үлкен мемлекеттік комиссия құрып, Құрманғазының ол кісінің Мақсат Жолжановтың бітіріп кеткені күйлерінің шығу тарихын дұрыс бағытын ашып берді. Бұл өзі архивтің маманы, Астырқынның архивінде сан жыл көз майын тауысып отырып, сол мына Алматының оқымыстылары табалмаған шындыққа жеткен кісі. Күйлерінің тіпті аттарына дейін, тіпті өмірбаян, қашан өліп, қашан туғанына дейін міне Мақсат Жолжанов үлкен еңбек қалдырған адам. Бұл енді арнайы бір зерттеуді қажет ететін. Неге 1996 жылы Құрманғазының 175 жылдығы болып, мына сағанасы ашылды. Неде қазір Ресей жерінде жатыр ғой, Алтынжарда, Павлодар ауданы, Астрахан облысының. Сонда
соған үлгерді Құрманғазы энциклопедиясы шықты. Сонда жаңа Мақсұт Жолжановтың зерттеу, шынайы зерттеу еңбегіне құрылды. Одан кейін қазір көзі тірі Атырау қаласында тұрады. Осы биыл 13-ші жылы, 2013 жылы Құрманғазының 190 жылдығы атап өтті. Оған Атырауда облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамедовтың тікелей мән беруіменен 1000 адамнан оркестр құрылды. Бұрын қазақ тарихында болмаған, ол стадионда. Мен соған қатысып келген кісімін. Сол ғажайып бір не болды. Енді биылғы тойдың, ол той өтіп кетті. Енді ең бір есте қалған Құрманғазы тану ғылымына тағы бір үлкен сүбелі үлес қосылды. Бұл өлкетанушы ғалым, жазушы, үлкен азамат Атырауда тұрады, Өтепберген Әлімгереевтің Құрманғазы деген бір томдық үлкен ғылыми монография шықты. Соның ішінде енді Құрманғазының біз білмейтін, бірақ халықта сақталған ғажайып тіпті өмірбаяндық деректерінен, оның әулиешілік қасиетіне дейін, көрікпелдігіне дейін. Енді айтып отырмын ғой, бұл Құрманғазы деген бұл феномен. Бұл енді бұл ұлы тұлғалар ғой енді. Соны Өтепберген Әлімгереев осы биылғы 190 жылдықтың шеңберінде үлкен бір том етіп кітап қылып басып шығарды. Міне сондықтан қазіргі консерваторияның студенттеріне Құрманғазының атындағы, қазір бүкіл республикаларда колледждер бар. Міне осы еңбектерді Ахметтікі танылған ғой енді. Мақсұт Жолжановты, одан кейін Өтепберген Әлімгереевті оқып, солар өздеріне кәдімгі білімменен тереңдеу керек. Соған мүмкіндік ашылып отыр. Ал енді Күйатас Құрманғазыға арнап өзіңізде бірталай еңбек жасадыңызда. Сол еңбектеріңіздің бірі Кәкімбек Салықовқа арналған жазылған Күйата деген шығарманы дәл қазір орындап берсеңіз. Ой, айналайын, тіпті мен домбырамды керек болар деп алып келіп едім. Бекер алып келмеген екем, жалпы домбыра жүрмеймін мен. Бұл сахнаға шығайық, шықпайық, бұл кәдімгі бір бойтұмардай рухани күшіміз ғой. Сондықтан айналайын, бұл сұрағың маған бір жақсы әсер етіп отыр. Қуана-қуана мынау тыңдаушылардың білім арнасы. Сенің арналарының аты жақсы. Қазір білім, керегі білім, байлықтан да, ал білімнің өзі байлық қойылды. Сондықтан бұл енді 1980 жылдардың бас кезінде шықты. Кәкімбек Салықов ол кезде КПСС орталық комитетінде Москвада Брежневтің қасында істейді. Сол енді менің өнерімді өте бағалаған кісі, түсінген адам. Кәкімбектің сөзіне мен 5-6 ән жаздым. Мынау бір ауыз сөз сияқты, өріккүл сияқты, аңсау сияқты. Бұл қазір қай жерге барсам Қазақстанда мені танымауым мүмкін. Шығармаларым арқылы сол маған үлкен бір құрмет деп ойлаймын. Сондықтан Кәкімбек болмаса бұл шықпайтын еді. Ай, Шәміл, айналайын, сен Құрманғазының баласы екенсің ғой, сол елде туылған екенсің ғой. Ендеше мен сонет формасында 14 жылдан Құрманғазыға арнап өлең жаздым. Соған сен музыка жаз, және өн бойынан Құрманғазы атаңның күйлері құлаққа құйылып тұратындай болсын деп жүрер жолында да айтып берді. Сондықтан да ән күй деп аталады. Ән күй, жанры ән күй бұның. Демек, неге күйге сөз жазылған. Енді мына домбырамды алып әнділеп көрейді, айналайын. Күйзелгенді шақырсаң, дауылдарға дауыл етіп домбыраң, дамылдар ма Күйата? Дамылдауға көнбеді-ау, жалын жүрек, жалын күйлер самғады, ауылдарға Күйата. Мұхит асып сан елде төрі-төрлетіп, тыңдаған жан көңілін көркемдетіп, күйлерің жүр сарарға, серперлетіп Күйата. Күйлерің жүр сарарға, серперлетіп
перлетіп құяды. Күйзелгенді шақырсаң дауылдарға дауыл етіп домбыраң дамылдар ма құяды. Дамылдауға көнбеді-ау жалын жүрек, жалын күйлер самғады, ауылдарға құяды. Мұхит асып сан елде төрі-төрілетіп, тыңдаған жан көңілін көркемдетіп, күйлерің жүр сарарға, серперлетіп құяды. Күйлерің жүр сарарға, серперлетіп құяды. Еркін елден еркек үй тыңдасуға тұрғандайсың, құмартып шың басында құяды. Арманыма қанатты арман жалғап, бір ғасырдан барасың, бір ғасырға құяды. Мұхит асып сан елде төрі-төрілетіп, тыңдаған жан көңілін көркемдетіп, күйлерің жүр сарарға, серперлетіп құяды. Күйлерің жүр сарарға, серперлетіп құяды. Бәрекелді. Біз мынау нені дәнді қауызынан ажыратуымыз керек. Өнерді қара дүрсіндіктен сақтауымыз керек. Сан қылмауымыз керек, сапа қылмауымыз керек. Сол тұрғыдан айтқанда, сол ілгері айтып отқан ойларыма қайта оралам. Бұл ұлтпен бірге жасасатын, ұлттың рухани азығы, арқа сүйері, тәлім тәрбиялары, мұңдасы және қуанышына да үлкен түрткі болатын, күш қайрат беретін ғажайып туынды деп айтар едім. Бәрекелді. Бүгінгі студиямызға келіп ұшымды ой білдіргеніңізге сізге аға көп рахмет. Еңбегіңіз жана берсін, аман сау болыңыз. Әмин. Құрманғазының асқақ рухы бір ғана музыка саласына сиятын құбылыс емес. Оның дарындылығы біртұтас ұлттың рухани болмысына айғақ бола алады. Халқымыздың өткен тарихын Қосшектің әуеніне сыйғызып, баяндап кеткен күйшінің әрбір күйі бүгінде ғажайып туынды. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.